Енді қамыр жайып, оның ортасына сары май жағып отырмай, самсаны осылай ерекше тәсілмен дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады екен. Алдымен бізге айран қажет. Мен үнемі Петропавловский айранын қолданамын, өйткені құрамы таза, өте дәмді, балаларым да сүйсініп жақсы көріп ішеді. Алдымен айранның үстіне қант, тұз, дрожж, бір жұмыртқа, ерітілген сары май қосып жақсылап араластырамыз. Айран бізде бөлме температурасында болуы қажет. Енді ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды 30 минутқа қалдырамыз. Көтерілгенін күтудің қажеті жоқ, жай ғана 30 минутқа қалдырсаңыздар жеткілікті. Салмасына тартылған ет, пияз, дәміне қарай тұз, қарабұрыш салып жақсылап араластырамыз. 30 минуттан кейін қамырымызды алып, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Бетін жауып 10 минутқа тындырамыз. Енді дәл видеодағыдай орташа қалыңдықта қамырымызды жайып, дайын салмамызды салып, видеодағыдай ерекше формада түйіп шығамыз. Міндетті түрде қыздар осылай жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді және де көрінісі де ерекше болып шығады екен. Барлығын түйіп болғаннан соң бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Жұмыртқаның сарыуызымен бір ас қасық сүтті араластырып жақсаңыздар, өте әдемі болып пісіп шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Осымен біздің самса дайын, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер. Керекті грамдары видеоның астына жазылған.